Сәлем достар, сіздермен бірге Аймен. Бүгін таңғы асқа осындай лаваштан дайындалатын, өте жылдам дайын болатын ірімшік қосылған бөректер дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бөректерімізді дайындау үшін осындай дөңгелек лавашымызды алып, үлкен дөңгелек лавашты алып, осылай екіге бүктеп, үшбұрышты етіп кесіп аламыз. Осылай бір кесеміз. Және де мына жағынан тағы да үшбұрышты етіп кесіп аламыз. Сонан соң бәрін бір-біріне қабаттап, тағы да бір бөлікке бөліп шығатын боламыз. Мінекей бізде осындай үшбұрышты қамыр пайда болады. Енді осыларды біртіндеп ала отырып, арасына сырды орап пісіретін боламыз. Мен осылай видеодағыдай арасын екі шетін осылай жауып орайтын боламын. Жаппай орауға да болады. Сөйтіп орап бір шетке қоя береміз. Келесінде алып, дәл солай орап барлығын дайындап аламыз. Бұл таңғы асқа өте тез, жылдам дайын болатын, өте оңай тағам. Арасына кез келген өздеріңіздің сүйікті сырларыңызды сала берсеңіздер болады. Маңызды емес қандай сыр болуы. Мұның арасына жаңағы творог салсаңыздар да, немесе фарш салып пісіріп жіберсеңіздер де болады. Сырмен де өте дәмді шығады. Мынандай үшбұрышты жағын астына қаратып қойыңыздар, сонда ашылып кетпейді. Мінекей менің бөректерім дайын. Енді жұмыртқамызды алып, кішкене осыған тұз араластырып, бөректерімізді осыған аунатып, пісіріп алатын боламыз. Қызып тұрған тапамызға кішкене май құямыз. Қатты көп құюдың қажеті жоқ. Майымыз қызған соң, осылай бөректерімізді алып, жұмыртқамызға аунатып, шетінен осылай салып пісіреміз. Барлығын аунатып салып аламыз. Таңғы асқа өте жеңіл әрі тез дайын болатын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 1 минуттай тұрған соң екінші бетін аударамыз. Осылай барлығын аударып, қызартып, пісіріп аламыз. Мінекей біздің бөректеріміз пісіп дайын болды. Барлығын осылай ыдысымызға салып аламыз. Мінекей бөректеріміз дайын. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздерге ас болсын, келесі кездескенше сау болыңыздар.